Облыс әкімі жергілікті өнім өндірушілерді қолдау жұмыстарына салғырт қараған жауаптыларды сынға алды. Аймақ басшысы өңірдің экономикалық өсуі, халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруы, туризм мен ауыл шаруашылығы сеп болатынын атап өтті. Бүгінде өңірде өз қаражатына ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіріп, оны сату үшін жер ала алмай жүрген шаруалар бар. Кәсібін жүргізу үшін кедергілердің бар екенінде жасырын емес. Аймақ басшысы аталған мәселелердің тез арада шешілуін жауаптыларға тапсырып, түйе шаруашылығын дамытудың маңыздылығына тоқталды. Себебі Үрімшіде өткен Қазақстан-Қытай 3-ші аймақаралық форумында Маңғыстау өңірі құрғақ түйе сүтін өндіретін зауыт салу бойынша келіссөз жүргізген. Ал жобаны жүзеге асыруда Қазақстан мен Қытай кәсіпкерлері қызығушылық танытып отыр. Алдағы уақытта олар облысқа келіп зерттеу жұмыстарын жүргізбек. Айта кетейік, облыста биылғы санақ бойынша мал басы 800 мыңнан асқан. Оның ішінде түйе саны 100 мыңнан аса басты құрап отыр, яғни былтырмен салыстырғанда 0,7%-ға өскен. Ал мал шаруашылығын дамыту үшін биыл 1,2 миллиард теңге, өсімдік шаруашылығына 69 миллион теңге қаражат бөлу көзделген.